Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге крем-чиз дайындау жолын ұсынатын боламын. Бұл крем өз формасын ұзақ уақытқа дейін сақтайтын болады және дәмі де өте ерекше дәмді болып шығады. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Құрғақ ыдысымызға творожный сыр менен секерімізді салып миксерлейтін боламыз. Бұл жерде секеріміз толық ерігенше миксерлеу қажет. Байқасаңыздар жұмсарып бастады мінекей. Енді осының үстіне клейгейімізді құятын боламыз. Менде 34% клейгей. Миксердің жай жылдамдығынан бастап миксерлейтін боламыз. Миксерлеп жатырған кезде байқаңыздар, себебі шамадан тыс миксерлеуде креміңіздің іріп кетуіне әкеліп соғады. Сондықтан кішкене миксеріңіз ауырласып қозғалып жатқан кезде сіз миксермен айналдыруды тоқтатуыңыз қажет болады. Мінекей айналасын барлығын секерін араластырып алдым. Тағы да бір кішкене миксерлеп жіберемін. Неке сонымен біздің креміміз дайын. Өз формасын ұзақ уақытқа дейін сақтайтын дәмді әрі керемет крем жасап көруге кеңес беремін. Сондай-ақ менің арнамда капкейктің де жаңағы жасалу жолы бар. Ол жердің кремі мына кремнен қарағанда өзгеше. Оны да қарап көруге болады. Төменге сілтемесін қалдырып кететін боламын. Егер менің арнам сізге пайдалы болып ұнап жатырса, арнаға тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Астарыңыз дәмді болсын.